Сұрақтар біз өтесіне. Қандай зат? Жусан иісі деген тақырып, е? Мынау, міне, көрсеңдер болады. Бұдан кейін, қандай иістерге, жаңағы екінші топқа менейін, кеткен жусан. Жусанның иісі деген кезде, мына мысалы ішкеде шетінен сындыр көрсеңдер болады. Жусанның иісі қандай болады екен? Мақсаты әдеби шығарманың жарқын, фабуласын алып отырам, сендер тек қана мен айтқан балдың қасына белгі қойып отырасыңдар, болды, не? Енді бұл жерде ауызсыз беріліп тұр, осыны жылдамдатып орнынан қойып шығамыз. Қасына белгі берген болады, оның сендер мазмұнымен танысыз деп ойлаймын. Енді сол бойынша ары қарай жұмыстар. Ауыл балалармен достасуы, төртіншісі хаттануы, бесіншісі тобылын тайдыруы. Жақсы, жарайсың, бір жерде қателестіңдер, е, сендерде. Жаңағы 6-шы мен 7-шінің орын ауыс кетті. Ауыл балалармен достасуы, тобылын тайдыруы, әжесінің қайтыс болуы, шана тебуі. Жақсы бала, енді келесі біздің екінші тапсырмамыз кейіпкердің жаңағы бейнесін жасаймыз. Қолдырамыз сендер. Осы қағазға сендер өздерің жаңағы ұзын бойлы дегенді не қылады? Ол төлескіш болады. Дұрыс. Ол мезі қатал болады. Ол көшеде келе жатқан адамдарға тиісіліп кетеді. Дұрыс. Жақсы. Не болса соны толықтыр. Қатал десе де, онымен достасса жақсы болады. Қалай достасың? Ол балалармен ойнап жүріп, аяны киюіне олар таңғалдырды. Өйткені олар кір болды да, ал аяны тап-таза бала болды. Таза, құпты, естіпай? Тіркелген жері Жусан төбе, мекен жайы Ешік төбе. Кейіпкерге қатысты негізгі белгілер: сидан бойлы, қол аяғы ұзын, жүрегіне жан салмайды. Мен басында төбелес меккені есікпай соққан бала, ол бәріне тиісіп жүретін деп айтып отырсыңдар, е? Дұрыс, жақсы. Келесі қара жақсы, дұрыс. Бұзау қара жусан жолы. Толықтырылсын. 180, 180 жылдығына орай мен абайдың жаңағы барлықтарымыз білетін өлеңнің екі жолын алып отырмын. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалады. Сөзден сөзді ізде деп аталады секілді сәтіміз. Бірінші топқа әсемпаз болма әрнеге, екінші топқа өнерпаз болсаң әр қалады. Сөз құраймыз. Әр қайсына сөзден сөз ізде қай топ көбірек құрайды, сол топ жеңіске жетеді екен. Әсемпаз, әсемпаз болса болды. Ер. Тез жылдамдық керек бұл жерде балалар. Бұл ойын сүрге. Жетім балалар үйіндегі жаңағы балалар туралы болды. Қандай әсер алдық видеодан?
жетімдер үйіндегі баланың басты арманы қандай? Дәптерге жазамыз. Иә? Келесі екінші топқа Аянның кезіндегі жетімдік пен қазіргі кездегі жетімдіктің айырмашылығы қандай, салдары қандай? Соны салыстырып жазыңыздар. Аянның өмірін Қазіргі жетім балалар ата-анасын армандайды, оларды келіп қалар деп күтеді, кейде оларды түсінен көреді. Балалар ата-анасы келіп қалсын деп армандайды. Кейде оларды түсінен көреді. Жетім бала ол үйінде шаңырақты отбасы толған көңілді, толған әке-шешесі барлық болса ғой деп тілейді, түсінде және көреді. Өз ауылда ата-әжесімен қалады. Арманы ата-анасын, ағасын, әкелерін көргісі келді. Өйткені олар майданға жететін еді. Сол үшін балалар туыстарына хат жазуға тырысатын еді. дұрыс жақсы. Олар ауызға, ауызға ашамызға, қолға, басқаларына барыңдар. Ауызға, себеші, қолға, Аяқ балаларға ертегі айтып, бір бала ертегі шалғысын шығарып, кешке таңғы Аяқ өзінің атасының үйіне көшкен кезде ол өзінің шанасын өткен үйінде қалдырып келіп, достарына неліктен жусан есім деп аталған. Мысалы, ол туған жерін сағынады, мысалы, Әбу Насыр әл-Фараби сияқты. Әбу Насыр әл-Фараби жусан есімді еске алғанда өзінің еді. Аянның өмірбаяны немесе жетім бала туралы деп айтып қойшы еді. Ал толықтырсам, Айдостың бірінші сұрағын өзімше, не үшін жусан иісі? Себебі ағасының пальтосында Аян тақырыпта ертегі құрастырып келеміз. Дәптерге әрқайсымыз енді қазір алдын ала